Сәлем бәріне, бүгін 7-ші сыныптың алгебра кітабының 32-ші параграф есептерін шығаратын боламыз. Ең бірінші есеп, 32-те бірінші есеп. Ал бастайық, бұл жерде көп мүше түрінде жазыңдар деген. Яғни, ең бірінші мына жақшаның ішіндегі сандарды біз ашып алуымыз керек. Яғни, квадратты жоюымыз керек. Сонда m-3 көбейтілген m-3 тең. m-ді m-ге көбейтуіміз керек. Сол кезде бізде шығады m квадрат. Бұл жерде бізде минус болған соң минусты жазамыз. Және де m-ді -3-ке көбейтеміз. -3m. Әрқашан сан алдында тұру керек. Келесі -3-ке көшеміз. -3-ті көбейтеміз m-ге. -3m. -3-ті көбейтеміз -3-ке плюс 3-тің квадраты шығады. Яғни минус көбейтілген минус шығады плюс. Енді m квадрат минус. Мына жерде бізде 3m минус 3m деп тұр. Яғни 2 рет қайталанып тұр. Біз бұны квадрат дей алушы едік. Егер де мына жерде минус емес көбейту тұрса. Сонда бұл жерде бізде шығады 2 көбейтілген 3m. Және де плюс 3-тің квадраты бізде шығады 9. 32-те бірінші есептің есебінен біз мынандай формула ұғамыз. А плюс Б жақша жабылады квадрат тең А квадрат плюс 2 көбейтілген А Б қосылған Б квадрат. Дәл солайынан біздікіне де ұқсайды. Яғни m квадрат минус деп тұр 2 көбейтілген 3m және де плюс 9. Яғни 3-тің квадраты. Мен оның 9 деп ашып тастадым. Екіншісінде дәл солай бастап тастайық. Мына формулаға қарайық. X квадрат қосылған. Бұл жерде 2a көбейтілген b, яғни 2 көбейтілген 5x қосылған b квадрат, яғни 5-тің квадраты тең. X квадрат қосылған 10x қосылған 25 болуы керек. Үшіншісінде дәл солайынан а квадрат бізде бұл 6 квадрат қосылған 2 көбейтілген 6y қосылған y-тің квадраты тең. Бұл жерде 6 квадрат бізде бұл 36-ға тең, қосылған 2-ні 6-ға көбейткен кезде шығады 12 y қосылған y квадрат. Міне. Төртіншісінде дәл солайынан b квадрат болады. Бұл жерде бізде минус болады екен. Және де 2 көбейтілген аб бізде 9b емес плюс себебі минус 9-ға көбейткен кезде шығады плюс. Сонда 9-ның квадраты. Енді b квадрат деп жазып алайық. Минус 2-ні 9-ға көбейткен кезде шығады 18b плюс 9-ның квадраты бізде 81-ге тең. Бесіншісінде 4-тің квадраты плюс 4. 2-ні көбейтеміз 4d-ға плюс d квадратқа тең. Енді ашу керек. 4-тің квадраты бізде 16-ға тең болса, плюс 2-ні 4-ге көбейткен кезде шығады 10 плюс d квадрат. Келесі 6-шысында мұнда пи квадрат қосылған 2, яғни формулаға сай 2 көбейтілген pq қосылған q-дің квадраты. 7-шісінде бұл жерде басқашалау, яғни мұнда z-тің өзінде квадрат бар, және де жақшаның сыртында да квадрат бар. Енді бұны біз ашып көрсетейін сіздерге. z квадрат минус y көбейтілген z квадрат
минус y тең. Енді z квадратқа көбейткен кезде шығады z-тің 4 дәрежесі, z квадраты минус y-ке көбейткен кезде шығады минус z квадрат y. Енді минус y-ке көшеміз. Минус y-ті көбейтеміз z квадратқа, шығады z квадрат y. Минус y-ті минус y-ке көбейткен кезде шығады плюс y квадрат тең. Енді бұл жерде z-тің 4 дәрежесі және де минус 2 көбейтілген z квадрат y қосылған y-тің квадраты. 8-шісінде a квадрат шығады. a-ны 1-ге көбейту керек, сонда шығады 1a. Дәл солайынан бізде 1-ді a-ға көбейтеміз, шығады 1a, және де 1-ді 1-ге көбейтеміз, 1 квадрат тең a квадрат қосылған 2a плюс 1. Яғни 1-дің 2 дәрежесі ол бізде 1. 32-де екінші есепте 32-де бірінші есепке ұқсас, яғни дәл осы формулаға сай. Бірақ та бұл жерде бізде бөлшек сандар. Біріншісінде ашып көрсетейін, сонда бізде шығады a қосылған 7-ден 1 жаққа жабылады, a қосылған 7-ден 1 жаққа жабылады тең. Енді a қарасаңыздар, a-ны a-ға көбейту керек, a квадрат қосылған a-ны көбейту керек 7-ден 1-ге, яғни 7-ден 1a қосылған, келесін ағаны көшеміз, 7-ден 1-ді көбейтеміз a-ға, сонда 7-ден 1a шығады, 7-ден 1-ді көбейтеміз, 7-ден 1-ге шығады 7-ден 1 квадрат. Енді қарамсақ a квадрат жазалайық, плюс енді 7-ден 1 7-ден 2a деп жазып алсақ болады, плюс 7-ден 1-дің квадраты бізде 49-дан 1 болады. 32-де үшінші есепте, бұл есеп өте қатты қызықты есеп десем де болады. Яғни бұл дәреженің негізін қосынды немесе айырым түрінде жазып, мәнін табу керек. Яғни, мысалға біз мына 101-дің квадратын біз осылай жазаламыз. Жақшаның ішінде 100 қосылған 1 сыртында квадрат деп. Яғни, енді 100-ді өз-өзіне 2 рет көбейту керек, яғни 100 квадрат болу керек. Қосылған, бізде формула бар, бағанағы білетін, етіп шарттастауға болады. Сонда бізде a міне квадрат жазып қойдым, 2ab, яғни 2 көбейтілген 100 қосылған b квадрат, яғни 1-дің квадраты. Енді 100-дің квадраты бізде 10.000-ға тең болса, 2 көбейтілген 100 көбейтілген 1 бізде тең болады 200-ге плюс 1-дің квадраты бізде 1-ге тең. Яғни бізде бұл жерде жауабы 10.201. Мына дәрежені өзіміз баған түрінде шығарсақ та, дәл осындай сан шығады. Келесі 102-нің квадратын қосынды түрінде жазайық. 100 қосылған 2 және квадрат. Енді 100-дің квадраты бізде жазып алайық, плюс 2-ні енді дәл осынан мына формулаға салайық. 2 көбейтілген 100 көбейтілген 2, яғни 2 көбейтілген 100 деп жазайын. Мына жерде b квадрат деп тұр, ол бізде 2 квадрат. Сонда 100-дің квадрат бізде 10.000 айтқанымдай, плюс 2-ні 2-ге көбейткен кезде 4, 4-ке 100-ді көбейткен кезде шығады 400, қосылған 2-нің квадраты бізде 4. Тең болады 10.404 болады. Үшіншісінде мында да
қосындысы түрін жазайық. 100 қосылған 3 жақша сыртында квадрат. Мұнда 100-дің квадратын жазайық. Квадрат плюс мына формулаға саламыз. 2 көбейтілген 3 көбейтілген 100 қосылған 3-дің квадраты тең 10 шығады. Плюс 2-ні 3-ке көбейткен кезде шығады 6, 6-ға 100-ді көбейткен кезде шығады 600. Қосылған 3-дің квадраты 9. Тең болады 10609. 10609 шығады. Келесі 104-дің квадратын қосынды түрінде жазып алайық. 100 қосылған 4 жақшаның сыртында квадрат. Енді 100 квадрат қосылған 2 көбейтілген 4 көбейтілген 100 дейміз. Қосылған 4-дің квадратын жазамыз. Тең 10 шығады 100-дің квадраты бізде. Плюс 2-ні 4-ке көбейткен кезде 8, 8-ге 100-ді көбейткен кезде шығады 800. Қосылған 4-дің квадраты 16. Тең шығады 10816. Келесі мындады дәл солай жазайын. Бірақ мұнда 90 қосылған 9-дің квадраты деп жазып қойайын. Сонда бізде 90 квадрат қосылған 2 көбейтілген 9 көбейтілген 90 қосылған 9 квадрат. Енді 90-ның квадраты бізде 8100 болса, плюс 2-ні көбейтеміз 9-ға 18, 18-ге 90-ды көбейткен кезде шығады 620 саны. Келесі 9-ның квадраты бізде 81-ге тең. 8100-ге 620-ны қосып 81-ді қосқан кезде шығады 9801. Яғни мына санның квадраты осы санға тең. Келесі, мына жерде енді айырымына да жазып қоюға болады. Мысалға 100 азайтылған 2 десек болады. Сонда оңай шығаруға болады. 100-дің квадраты жазайық. Минус деп жазамыз. Және де 2 көбейтілген 100 деп жазамыз. Минус емес, плюс, себебі минус 2-ні минус 2 көбейткен кезде плюс шығу керек. 2-ның квадратын жазамыз. Сол кезде 100-дің квадраты бізде 10 мың айтқанымдай. Минус 400 болады. Плюс шығады 4 саны. Енді бұл жерде 10 мыңнан 400 азайтқан кезде 9600 болса, 4 ауысқан кезде 9604 саны шығады. Жетіншісінде дәл солай жазайық. Айырымын 100-ден азайтамыз, 3-ті квадрат шығады. Сол кезде 100-дің квадратын жазамыз. 100-дің квадраты көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 100 болады. Плюс мұнда 3-дің квадратын жазамыз. Мұнда минус 3-ке минус 3-ті көбейткен кезде плюс 3-дің квадраты шығып кетеді. Сол кезде 10 мың болу керек. Азайтылған мұнда 600 болады. Қосылған 9. Сонда шығады 9409. Келесі 8-шісінде 96-ның квадратын 100 азайтылған 4-дің квадраты деп жазсақ болады. Сол кезде шығады 100-дің квадраты азайтылған 2 көбейтілген 4 көбейтілген 100 плюс 4 деп жазамыз. 4-дің квадраты тең. Сонда 10 мың минус 800 плюс 16. Сол кезде шығады бізде 9216. Осылайынан шығады.
мына формулаға қарап жаздым мен тездетіп 2 көбейтілген деп, міне барлығында 2 көбейтілген деген сан бар. Себебі мен тездетіп ашып тастап жазып жатырмын, яғни мына үстіп көбейтіп отырғанша осылай 2 деп жаза салғанға. Себебі 2 деп жаза салу ол оңайырақ. Келесі 32-те 4-ші есеп. Бұл жерде 3 мүшені 2 мүшенің қосындысының квадраты түрінде жазыңдар деген. Сонда біз өзіміз былай қарап тұрған кезде түсінуге болады. Сонда а плюс 1 тең көбейтілген а плюс 1 бұл осы есептің жауабы екен. Яғни аның аға көбейткен кезде а квадрат шығады, аны 1-ге көбейтіп, тағы да 1-ді аға көбейткен кезде 2а шығады, және де 1-ді 1-ге көбейткен кезде бәрібірде 1 шығады. Сонда сол кезде бізде а плюс 1 сыртында квадрат болады. Екіншісінде бұл жерде өзіміз қарап тұрып, біз байқаймыз. Яғни мұнда 16 және 8 санның 4 санына қатынасы бар. Яғни біз b-ны жазамыз. Ең бірінші себебі b квадрат деп тұр. Яғни b-ны жазып алу керек. b мұнда минус тұр, яғни минус жазамыз. b минус 4 жазуымыз керек. Себебі көбейтілген b минус 4 деп жазып көрсетейін сіздерге. Міне b-ны b-ға көбейткен кезде b квадрат шығады. Және де b-ны минус 4-ке көбейту керек. Шығады минус 4. Және де минус 4 b-ға көбейту керек. Дәл солайынан 2 рет қайталанып тұр. Сонда минус 8b шығып тұр. Енді минус 4-тің дәрежесі, минус 4-тің квадраты 16-ға тең. Яғни жауабы бізде b минус 4 квадрат. Тең, мұнда қатынасы бізде 5-ке бар, яғни жауабы с плюс 5 көбейтілген с плюс 5. Міне с-ны с-ға көбейткен кезде с квадрат. Мына жерде міне осы формулаға қарап та түсініп алуға болады. Яғни міне а бізде, бұл жердегі а бізде мынау с болса, б бізде 5. Сонда 2 көбейтілген с көбейтілген 5. 2-ні 5-ке көбейткен кезде шығады 10, 10 с, міне дұрыс. Және де 5-тің квадраты бізде 25-ке тең. Сонда жауабы бізде с плюс 5 сыртында квадрат. 4-шісінде n квадрат, n қосылған. Бұл жерде қатынасы бізде өзіңіз көріп тұрғанда 7-мен бар, яғни n плюс 7 деп жазып аламыз. Жаққа жабылады n плюс 7. Міне дәл осылайна формулаға қарап жазып алдым өзім. n-ді n-ға көбейткен кезде шығады n квадрат. Енді мына жерден формулаға қарайық. 2-ні өзіміз қойып аламыз мида. Және де а бізде n болса, b бізде 7 болсын. Енді 7-ні 2-ге көбейткен кезде шығады 14, қасында n бар, яғни 14n. Келесі плюс тең. 7-нің квадраты бізде 49-ға тең. Сонда жауабы бізде n қосылған 7 сыртында квадрат. Келесі мұндады дәл солайынан минус z квадрат. Яғни өздеріңіз байқап, өздеріңіз шығарып көрсеңіздер түсінікті болады. Мұндады дәл солайынан. Бұл жерде 9-ға қарым қатынасы бар, яғни 9 плюс b деп жазсақ, қасына көбейтілген 9 қосылған b тең. Яғни 9-ды 9-ға көбейткен кезде бізде 81 саны шығады. Яғни 9-ның квадраты 81. Енді мына формулаға қарайық тағы да. 2-ні көбейтеміз а-ға, көбейтеміз b-ға. Сонда шығады 2-ні 9-ға көбейткен кезде 18, қасында b бар. Міне, енді b-ның квадраты бізде міне b квадрат шығып тұр. Сонда жауабы бізде болады 9 қосылған b квадрат. 32-те 5-ші есепте 3 мүшені 2 мүшенің қосындысының
квадраты түрінде жазыңдар деген. Яғни 38 төртінші есепке ұқсас. Дәл сондай, бірақ сандар басқаша. Біріншісінде өзіміз қарасақ 0,116 және де 0,8 деген санның қатынасы 0,14 санына бар. Яғни біз оны осылай жаза аламыз. 0,14 минус т деп жазсақ, қасына көбейтілген 0,14 минус т. Яғни 0,14-ті 0,14-ке көбейткен кезде, яғни 0,14-дің квадраты бізде 0,16-ға тең. Формулаға қарайық, 2 көбейтілген а бізде 0,14 болса, б бізде т болсын. Сонда 0,14-ті 2-ге көбейткен кезде 0,18 сан шығады. Дәл сол олайынан т-ның квадраты бізде т квадрат деп шығып тұр. Міне. Яғни жауабы бізде 0,14 минус т жаһан сыртында квадрат. Екіншісінде бұл жерде бізде 0,17 санына қатынасы бар. Яғни z-ті жазамыз, квадрат деп өзі көрсетіліп тұр. Қосылған болатын бұл жерде. Және де 0,17 z деп жазамыз. Тең. Көбейтілген z қосылған 0,17 z. Міне қарасаңыздар, z-ті z-ке көбейткен кезде z квадрат. Мына формулаға қойсақ, бізде 1,14 сан шығады. Яғни 0,17-ні 2-ге көбейткен кезде 1,14 сан шығады. Дәл сол айнынан 0,17-нің квадраты 0,144 санына тең. Бұл жерде үшіншісінде қатынасы 0,16 санына бар. Яғни 0,16 минус б деп жазамыз. Себебі б көрініп тұр. Яғни б-ны жазсақ, бізде дұрыс есеп шығады. Көбейтілген 0,16 минус б шығады. Сонда тең. Келесі, бұл жерде енді қараңыздар, 0,16-ны көбейту керек 0,16-ға, яғни квадраты шығады 0,136 саны. Енді осы салсақ, 2-ні 0,16-ға көбейткен кезде 1,12 б саны шығады. Енді б квадрат, яғни б-ны б-ға көбейткен кезде б квадрат шығады. Жауабы 0,16 минус б жаһан сыртында квадрат. Келесі, мұнда бізде 1,5 санына бар, яғни 1,5-ті минус x деп жазсақ, x-ің квадратын қараңыздар, 1,5-ті көбейтеміз 1,15-ке шығады 2,125 минус 1,на формулаға салсақ, 2-ні 1,15-ке көбейткен кезде минус 3x шығады, яғни қасында x болады. Плюс x-ің x квадраты болып шығады. Бесіншісінде бұл жерде жауабын жазып тастайын тезірек. Y минус 1,6 квадрат болады. Алтыншысында бұл жерде 1,19 саны плюс болады сыртында квадрат. Яғни мыналарды барлығын жауабын жазып қойдым. Түсінікті деп ойлаймын.